Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша. Джейвис ұсынады. Темір, Ақсақ Темір көрігі. Темір династиясының негізін қалаушы. Ұлы әміршінің темірдей тәртіпке негізделген жойқын әскері аз ғана уақыт ішінде Азиядағы қазіргі Қазақстан аумағынан екесе үлкен жерді жаулап алды. Иә, мұздай қаруланған, темірдей тәртіпке бағынған әскерді тоқтатар күш жоқ еді. Оның үстіне қол бастаған Орта Азия жыртқышы Ақсақ Темірдің өзі болса. Ұлы тұлғаның қайыспас мінезіне қарап темір деп атап кетті ме екен, әлде азан шақырып қойған есімі осы ма? Егер өз есім сойы осы болса, онда темірге деген құрмет. Тарих тереңіне әрірек үңілсек, Ақсақ Темірдің өзін көлеңкесінде қалдырар ұлы Темуджиннің де аты осы темірге байланысты екенін көреміз. Оны біреулер темірші десе, баз біреулер ұста деген мағына береді деп жүр. Иә, атадан балаға мирас боп қалған ұлан ғайыр далаға иелік ету бір басқада, оны қорғау бір басқа. Осыншама үлкен жерді қорғау, оны сыртқы дұшпандардан қору, үлкен ерлік пен жігерді талап етеді. Ақиқатында қазақ даласының асты-үсті толған бай. Оның бір мысалы ең сирек, ең қымбат металдардың бірі осы мидың әлемдегі жалғыз экспортері біз боламыз. Міне осы жағдай бабаларымызда жаппай темір өңдеуге итермеледі. Жағасы алтын жеңжез, шығыршығы торғай көз ақсауыт киген бабаларымыз сол замандағы соңы жетістік, теңдессіз технологияны алғашқылардың бірі болып меңгерді. Жалпы темір атаулы үлкен температураларда балқитындықтан, бұл кәсіп кез келгеннің қолынан келе бермейтін ұлы өнер еді. Дәуіт пайғамбардың ұста болып сауыт сайман соғуы, Сүлеймен ғалейхиссаламның алғашқылардың бірі болып мыспен жұмыс істеуі сөзімізді қуаттай түседі. Осы ретке дауылпазақтан берді бұлай: жапанға біткен терекпін, еңсемнен жел соқса да теңсемнен, қарағайға қарсы біткен бұтақпын, балталасаң да айырылма, сыртым құрыш, жүзім болат, тасқа салсаң да майырылма. Бұл қазақтың мінезі, бұл сенің болмысың.